аласыздар да оқып, дауыстап. Өлең айтасыңдар емес? Сосын сол жердегі тапсырманы орындайсыздар. Давай. Иә? Кім білген еді? Бақама? Иә. Ұлдар ғана ала ма, қыздар көрсеткен аласыз? Қыздар ма? Үйренсіз. Видеоға видеоға. Ерболды қайда? Видеоға түсіріңіз. История. Видео. Салатын блогер досыңды құшақта дейді. Үшеу алып Қалталарыңызда қалсын, е, қағаздарыңыз. Ал, не дейді бақаныкін оқиық? Мен түсірем. Отырысқа әйелі көп жібермейтін досыңды құшақта дейді. Көрсетпей қойыңыз. Әйелі жібермей қойды ғой оны. Болды, келесі. Ала берсін бе? Мен оқиын ба, не маңыстай тұршы? Басқалар да бар еді ғой дейсің. Так, немен дейді мынау? Тарихты көп білетін досыңды құшақта дейді. Қалжан брат, Қалжаннан кейін кім біледі тарихты? тарихты ма? Білмеймін, енді бәрі білетін шығар. Жарайды. Тарихсыз-ақ құшақтай беремін мен бақаны. Көтермей-ақ қояйық. Ең қатты жақсы көретін досыңды құшақта. Міне, қара, міне. Қайттан бастаймыз. Басынан бастаймыз. Жүрмейтін жері жоқ, досыңды құшақта дейді. Бақа қой ол. Қыздарда ойнай ма не? Қыздарға берсе қыздар күшті болады. Группада жазбайтын досыңды құшақта. Енді тағы қалжан ол. Бәрі қалжанға қатысты екен ғой өзі. Давай. Ал, давай, мамасы. Қонаққа шақырсаң, ең бірінші келетін досыңды құшақта дейді. Өздері сұранып алған ғой келсін. Бастық досыңды құшақта дейді. Ойбай, бастық. Бастығың тұр ғой мінезе. Бастық мына кісі тұр. Ал, кім? Мен башқа сауырлы емеспін. Келесі мен алайын, е? Патриот досыңды құшақта дейсің. Ал, кім патриот? Ал, кім оқып отыр? Бұл ма? Сөз. Қалжанды айтам да андай. Бұны көріп қойғанмен, неше көріп қойғанмен. Неге қоя тұрақ тапады?